Оқу жылының басталуына да аз ғана уақыт қалды. Жылда дәл осы уақытта ата-аналар балаларын мектепке дайындап сабылып жүретін, бірақ биылғы жағдай мүлдем басқаша. Сабақтың дәстүрлі түрде өтпейтіндігі белгілі. Осы ретте бір баланы мектеп заттары мен киім-кешекпен қамту үшін қанша қаражат жұмсалады? Оқу заттарының ең төменгі бағасы қанша теңге тұрады? Шағын сараптама жасап көрген едік, экранға зер салайық. Базарларға барсаң, жылдағыдай ығы-жығы адам қарасы байқалмайды. Бұған елді есеңгіреткен індет себеп. Енді сіздің қалтаңыздағы қаражатқа қарай балаңызды киіндіріп көрелік. 5-6 сыныптың оқушысына киім-кешекпен қажетті заттар алу үшін шамамен 50-60 мың теңгеңіз болса жеткілікті. Неге дейсіз ғой? Қазір жік-жігімен түсіндіріп береміз. Биылғы жылы қарапайым дәптерлердің ең төменгі бағасы 18-20 теңге тұрады. Қалың дәптерді 100 теңгеден бастап, сапасына қарай одан қымбатқа ала аласыз. Қарандаш 20, қаламсап 30 теңгеден басталады. Ал бастауыш сыныптарға арналған мектеп сөмкесі базар сөрелерінде 4-5 мың теңгеден сатылады. Бір баланы жіберу үшін где-то 20 мың теңге келеді. Сол сумкалар 5 мыңнан бастайды. Адамдар енді аса жоқ бұрынғыдай. Қазір адамдар тек қана керек дәптерден бір 10 шақты жай бірінші классқа алатындар. Кассовой деген математика солай алып жатады. Ал мектеп формасы қанша тұрады дейсіз ғой? Ол сіздің таңдауыңыз бен талғамыңызға байланысты. Біздің жүргізген сараптамамыздың нәтижесі бойынша классикалық ақ жейделер 3000 теңге. Тек мектеп формасы қалтаңызға салмақ түсіруі мүмкін. Тұтастай костюм 15 мың теңгеден басталады. Балаларға арналған аяқ киімдерді 5-6 мың теңге көлемінде сатып ала аласыз. Цены начинаются в диапазоне от 6 тысяч. Бағалардың барлығы шамамен 6 мың теңгеден басталады. Ол сатып алушының таңдауына байланысты. Сонымен қатар аяқ киімдердің өлшемдеріне де байланысты. Қазіргі кезде тұрғындар ақырын сатып алып жатыр. Бірақ тамыз айының соңында жаппай сатып алу басталады. Биылғы жылы қашықтықтан оқыту форматын ескере отырып, еліміздегі ұялы байланыс орталықтары да қолдан келгенше жеңілдік жасап отыр. Алдағы уақытта мектеп оқушыларына арналған жаңа тарифтік жүйе жұмысын бастайтын болады. Бұл жоба әзірленіп жатыр. 1 гигабайты 990 теңге. Зұлқарнайыр Мұратұлы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.